Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тұзды арқа массажы жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарауды ұсынамын. Тұзды арқа массажы. Жатып демалыңыз. Арқадағы өркеш кетеді. Бет тарылып, жас көрінеді. Жасарудың тағы бір ең көп таралған түрі ол ас тұзы. Иық пен арқа бұлшықеттері босансып, лимфа ағыны жақсарады. Тыныс алу арқылы кеуде бұлшықеттерін босаңсытамыз. Ісіну мен спазм да кетеді. Бет әлпеті босаңсыған және жылы болады. Нөлдік және ұсақталған ең қарапайым ас тұзы қажет болады. Сондай-ақ сізге қолайлы өлшемде матаның бір бөлігі, кілем немесе еденге арналған басқа жұмсақ жабын қажет болады. Сондай-ақ мойынның сығымдалуына жол бермес үшін астына бірдеңе қоюға болады. Оралған орамал немесе арнайы жастықты. Ең бірінші матаны кілемшеге жайып, үстіне тұз сеуіп, тұзға шалқасынан жатуымыз керек. Аяқтарымызды тізеде бүгеміз және арқамызды еденге толығымен босаңсу үшін аяғымызды еденге қоямыз. Арқаңызды жалаңаштап немесе жұқа киіммен жатуға да болады. Ол сіздің теріңіздің сезімталдығына байланысты. Екіншіден, біз дем алып, толық кеудемен тыныс ала бастаймыз. Яғни тұздың иісін сеземіз. Қабырғаларымызды, иықтарымызды, кеудемізді керіп, тыныс алуға назар аударамыз. Көзімізді жұмып жатуға да болады. Үшінші, сілекейді жұту. Егер сілекей аз болған жағдайда процесті жалғастыру үшін оны соруға болады. Тұрар кезде оң жақтап, абайлап тұрып, өзімізді қолымызбен ұстаймыз. Алдымен отырамыз, яғни біраз отырамыз. Одан кейін ғана қабырғаға арқамызды айналдырғандай біртіндеп аяқтарымызды көтереміз және мойнымызды түзетеміз. Және ең соңы басымызды көтереміз. Арқадан, кеудедегі және иықтардағы босаңсуды сезінесіз. Көптеген адамдар үшін мұндайды өзін-өзі сезіну өте ерекше болады. Сіз оған үйренуіңіз керек. Тіпті қолдарыңыз әлсірегенде ыңғайсыздық болуы мүмкін. Тұзды массаждың толық курсы күн сайын немесе күнара жасауға болады. Бар жоғы 21 процедура. Кейін әсерді сақтау үшін аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз болады. Сеанстың ұзақтығы біртіндеп арттыруға да болады. Негізі тәжірибеңіз болмаса, әдетте 10-15 минут жеткілікті. Бүгінгі ақпаратым осындай. Егер ақпаратым пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.